О, ну да, это я. Как и... Енді бұдан кейін осындай тіліксің. Түсіріп атсың ба не? Рұқсат сұрамайсың ба адамнан? Қарапайым адамдармен сөйлеспеймін, мен звездам! Мен звезд! Өзі не болып отыр? Сіз бос емес па? Мен шаршап кеттім, бәрі мені тыңдамайды, астыға түсіңіздер істесем ешкім түспейді. Мынақта қақылдап тұрып, мынақта күштеп қашады. Ендеше сахнаға сіздерге өте күшті көмектесу үшін өздерінің амандастар әнмен жасылдар Жастар едік. бәрімізде жазылмаған дастан аспан едік, бәрімізді өмір жолын бас. Дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастадық. Замандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген сөзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда. Замандастар құрдастар, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастадық. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастадық. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Бәрің достар әр тарапқа кеттіңдер ме, әлде биік асуларды жазған әндерімді түсінбе. Мейлі көргенде амандаспа, жүре бер жігіттеріңмен басқа, өшпесінші бірақ ұнатаспа. Бүгінгі кеш қалай әсер етіп жатыр, ұнап жатыр ма? Және осылай бізбен жас буындармен көп уақыт өткізе алмай қалдыңыз ғой. Соған не айтасыз? Бүгінгі кеш өте керемет болып жатыр. Өте керемет. Соңғы 2 жыл деп атқа көп көңіл аудармадым. Жас буындармен, мен вообще ойлаймын. Всегда мен екінші курстармен күшті араласамын. Мысалы, Мұхаммедтер 2-ші курс болған кезде мен солармен жақсы араластым. Прям жақсы, жас буындарды вообще жаныма жауап қойып кетті. Кейін сол кездегі жас буындар уже орта буын болған кезде қазір мен солармен жақсы араласамын деп ойлаймын. И переводчиктармен енді көп уақыт өткізе алмағаным ол норм нәрсе шығар. Бұйырса сіздер де қараш болған кезде жақсы араласып кетеміз деп ойлаймын. Бірақ қазірдің өзінде шетелдаш пен переводчиктің қарым-қатынасы үшін норм деп ойлаймын. Потому что өзінің 4-ші курс аға буындармен айтпай қойды. Олармен де жақсы араласамын негізі. Бірақ курстасы кеше өте күшті. Өте сондай күшті болып жатыр. Өте қатты ұнап жатыр. Білмеймін мен. Арасында ойлап қоямын, мен бұндай нәрсеге достойнымын ба, достойн емеспін бе. Бірақ егер осылай бұйырылып тұрса, значит, достойн ашамыз. Сіздерге рахмет деп достойн. Бүгін бізде мен жүргізуші боламын. Менің концерттің тұрақты көрермендері Сәния ханым мен әдемі ханым. Вау, қонақтар келді. Бүгін біздің бірінші қонағымыз Арай әпке. Мен баға басайын, Арай әпке.
микрофон өзіңізде. Барлықтарыңызға кеш жарық, сіздерді осында көріп отқанымыз үшін жүректен қуаныштымыз. Және мен қазіргі жас буындарға, орта буындарға өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Себебі осындай кешті ұйымдастырып, барлығын өте керемет деңгейде жасап жатқан үшін көп рахмет. Және осы Петличка мен видео түсіріп жүрген Мырза ханымдарға үлкен рахмет айтамын. Бізде бұрын ешқандай бұндай болмаған, ешқашан. Бұл жаңалық, прям жыл жаңалығы десе мен осыны айтар едім негізінде. Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгінгі қоштасу кешінің енді участнигімін ба? Участнигім, қатысушысымын. Бітіріп жатырмын бұйырса. Жас буындарыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осылай керемет деңгейде осындай қоштасу кешін ұйымдастырып жатқандар үшін барлығымызға сыйлап бір емес, бірнеше рет жазып келесіз бе өтініш, келіңізші ізгі тілекпен деп жазғандарыңыз үшін өте қатты алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Болашақта көмегім керек болса, всегда на связімін. Так что смело Көсай қайындыға барам десеңдер, тегін алып кетемін десең. Реклама де. Кімге? Келесі кім? Келесі кім? Жоқ, барлықтарын сразу жазбаңдар десем. Короче, қазір әдемі ханымға келеміз қазір. Жөнде мен журналистпін ғой, кстати. Қалайсыз? Жақсы. Сүйікті фильміңіз қандай? Драма көремін. Мен де драма көремін. Қандай? Королева слез. Королева слез? Это которая она? Кім ба? Кім еді? Қазір андай бойкот болып отқан актер. Сол, мен білем, бірақ мен көрмегем. Мен любимый дорамамды угадайте. Олд па? Наследники, Happiness. Детективный жанр. Мышь. Я мышь. Давайте, кім сөйлейді келесі? Может, оператор Мырза? Давайте, біз сізді түсіреміз. Нұртас Мырза, біз сізді түсіреміз. Бүгінгі кеш неше түрлі ұйымдастыру өте керемет. Шыны керек бір белгілі бір жүйемен ұйымдастыру. Сол кешті ұйымдастыру немесе сол кешке мән беріп әрине аға болғанымыз шыны керек. Бұл кешке мән беріп сіздерге әйгілі алғысымызды айтамыз. Келесі эстафетаны біз Дильназ ханыммен Не айту керек? Бүгінгі қоштасу кеші өте ерекше деп ойлаймын. Өйткені 4-ші курстарды барлық клуб өте қатты жақсы көреді. Сіздердің әрқайсыларыңыздың орындарыңыз үшін өте қатты ерекше. Сіздердің клубтан түлеп бара жатқандарыңыздың өзі біздің клубтан түлеп жатқандарымыз мен ойымша біздің клуб үшін өте құрметті деп ойлаймын. Сол сіздерді қатты жақсы көреміз. Әрқайсыларыңызды болашақта күшті жетістіктерге жететін біздің өте сыйлы аға әпкелеріміз болып қала береді. Бізбен всегда бола береді деп үміттенеміз. Сол жақсы көреміз. Азы тойда беретін тілектің өтетін The best. Дильназға. Мен шынымды айтайын, скорее всего, мен ең онша емес жас болмын, потому что осы өтіп жатқан іс-шара ешқандай көмегім тигізген жоқпын. Жай бүгін келіп по идее көп нәрсе жасаған жоқпын. Бірақ мен үшін менің аға буындарым осы 4-ші курстар өте қаттастық. Ол кісілер көп нәрсе үйретті. Ең басты нәрсе осы бұрыннан келе жатырған отбасы дейтін құндылықты ешқандай өзгертпей бізге жеткізгендерінің өзі ол кісілердің жасаған ең үлкен нәрсесі деп ойлаймын. Барлықтарын жақсы көремін. Ең алғаш дебатқа келген кезімде маған Ақерке ханым әлсіз, слабый связь дейтін андай орысша бір түсінікті түсіндірген болады. Дебат сізге не бере алады деген кезде дәл осы слабый связьдарды бере алады деген әңгіме айтқан. Мен сенемін, болашақта осы бітіріп отырған түлектердің барлығы бір күшті жерлерде отырады, күшті мамандықтарда болады. Біз сол кезінде осы кісілер аға буын болған кезде біз жас буын болған біз деп көмек сұрай алатындай дәрежеде болады. Біз сіздерді жақсы көреміз, бізді ұмытпаңыздар. Японский пословица бар. Сегодня, завтра это будущее. Жалпылама айтқанда
менің сүйікті де мені қабылдап алған аға буындарым кетіп баратыр. Особенно Алина ханым, который мен оны бірінші курста ренжітіп алып, потом мен ол кісінің артынан бір апта, екі аптадай кешірім сұрап жүрдім. Ол кісіні ренжітіп алған үшін Гоха ханымнан таяқ жегем, бәрінен таяқ жегем. Мен айскримнен қайтып баратқан кезде сізге очень қатты буллинг жасап қойдым. Содан ренжітіп қойдыңыз. Слабый аура болды сізде деп қойдым. В общем, солай. Кетіп баратыр мен сүйікті аға буындарым. Мені қолдайтын менде ешкім қалмайды. Мен жалғыз қалатын болдым. 3, 2, 1. Неге бұлай істедіңіз енді? Өзіме ұнайды Майнкрафт деген. Осы қылыштан аптыр сол үшін солай істейін деген. Бұрын бала кезде осылай тығатын едік. Соны еске сүйіндім. Ой, солай де Дидар, байқамағанмын де мен 160-пен зу деп өтіп кеттім ғой, жаңағы зуқ дегізіп. Сигнал бердім, нен деді де ғана қалды ғой. Сен байқамай қаласың ба тұғын? Сигналым дескен жоқ, зуң деді ғой сигналым. Жоқ былай. Нен деп өтіп. Аласыз ғой микрофонды. Қалай болып жатыр? Давайте асмаса. Қосасаңыз, қалай болып жатыр бүгінгі күн кеш? Күшті, рахмет бәріне. Просто күшті. Жақсы болады негізі. Неге дебатер ғой, неге сөз байқұта жетпей жатыр? Ау? Жоқ, неге сөз аяқтауыз қайда әдемі де? Әдемі ғой, сені дебатер соз аяқты чемпионсыз ғой. Сөз байлығын сақтап отырмыз қазір. Тос сөйлегенде, басқа нәрсе істеген кезде кішкене әсері сөйлеу үшін интервьюға пока экономдап отырмыз. Сәл мұндай ответтар күтпедіңіз ау сізде, иә? Кетіп бап? Ислам мырза. Андай, қайтсыңызшы. Жанары, негізбен, Ислам мырза. Қалайсыз? Күшті. Неге күштісіз? Өйткені бүгін наконец-то клубтан кетеміз деп ойнайтым. Өте күшті. Жас буындар бізге арнап осындай өте үлкен үйді жалдап күшті заттар ұйымдастырып жатыр. Өте үлкен шара. Бәрі тілек айтып жатыр. Көңіліңді елжіретеді, жұмсартады. Күшті, конечно, қалай күшті болмайды. Неге қуанатсыз? Сол банағы заттар. Неге бір сақты екі өтіп қойып жатыр, білмеймін. Андай ойыма сұрақ келмей жатыр ше. Неге бүгін дресс-кодыңыз осындай? Неге whatever? Мен бірінші курста 7 майда супергеройлар болу керек болған дресс-код. Сол кезде қатысып, үздік дресс-код деген номинацияны жеңіп алғам. Содан кейін өзімнің дресс-кодты сақтайтын адам екенімді ешкімге дәлелдегім келмейді. Сол үшін одан кейінгі ешбір шарада СУ-DC ұйымдастырған. Мен дресс-код сақтамағам. Бүгін тоже. Гоха ханым, жаңа маған сұрақ қойшы. Кіммен қоштасқан кезде көбірек жылайтын едіңіз деп мен сізді айттым. Неге деп ойлайсыз? Ең көп қорлық көрген шығарсыз десе. Білмеймін, неге? Маған қызық. Влогтан қарай саласыз. Қалай болып жатыр бүгін? Өте күшті, өте жылы, өте ерекше, андай сіздердің вайптарыңыз, еңбектеріңіз, жылы махаббаттарыңыз өте күшті сезіліп жатыр. Жас буындардың да, орта буындардың да, үштердің де барлығының алты салысқаны кәдімгідей көрініп жатыр, сондықтан өте күшті. Небек сізге қалай сыйлатып алдыңыз? Мынаны маған Анель ханым Қытайдан алып келген. Мынандай шашқа арналған нені жаңа ән айтып ұтып алдым. Өмірде мен екі нәрсені абсолютті түрде жасай алмаймын. Біреуі ән айту, біреуі билеу. Соның біреуін бір фобиям жеңіп, бүгін жеңімпаз атандым. Енді әнші боламын деп отырмын бұйырса. Давайте енді әнші ашу болсын. Көңіліңдағы көз моншақ үзіліпті. Қара көз. Өздерің жата күліп келесің. Кеш туралы ойыңыз, пікіріңіз? Бүгінгі кеш өте керемет өтті. Дүниең де қатты керемет өтті. Бұл Марго мырза менің ең сүйікті аға буындарымның бірі. Бірақ бүкіл аға буындарым торсама ең сүйікті ғой, соның біреуі және де бірегей. Бірегей. Бұл Арутян ханым. Бұл Арутян ханым, жақсы өте ханым. Өзім президент қылғам, бұл клубтың өзі. Президентін жалпы жыл сайын мен таңдаймын. Бота әпкені да, Нұрмұхан мырзаны да, Арсен мырзаны да, Махаббат ханымды, Арутян ханымды өзім қойдым. Сондай адам болған негізі. И Арутян ханыммен бір апта бұрын таныстым да.
содан кейін өзім шештім, потенциал бар екенін көре алдым. Енді жалпы мен жас буындарға айтатын тұрмын, мен сіздермен уақыт көп өткізе алмадым, бірақ өте өткізгім келеді негізі. Бірақ Астанаға кетіп баратырмын, сондықтан енді аз көрісіп тұрамыз, бірақ аз көрісіп тұрсақ та сіздерді өте қатты жақсы көремін. Не үшін жақсы көремін? Өйткені біздің қоштасу кеш, біз ұйымдастырған қоштасу кеш енді 2 рет ұйымдастырдық, сондай болды да. Сіздер ұйымдастырып жатқан мынау уровеньді көріп, мынандай лентаны көріп, мынандай оформленияны көріп, мынандай ойындарды көріп, подароктарды көріп, подарок, жататын подарок. Сосын өте күшті осындай торт көргеннен кейін қалай жас буындарды сүймейсің достар. Просто бар болғандарыңыз үшін, осындай соңғы пока last dance жасағандарыңыз үшін өте үлкен рахмет. Сол үшін жақсы көремін сіздерді. Сіздер жақсы көріңіздерші. Пожалуйста, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Бәріңізге сәлем. Бұл қоштасу кешінен бізде бірінші поток ыдыстар жуылу болып жатыр. Мына жерде ыдыстардың бәрін сабындап, ана жерде үмітханам ыдыстар шайып жатыр. Мына жерде мантыдан қалған, уже бізде мантыдан фарш сондай алып қалды, оның барлығын Жанел ханымдар, Эльдана, Құттыз ханымдар барлығын рецепт салып жатыр. Бізде әлі де ана жерде 2 мантаварка манты қайнайды деп тұр. Өзіңді аңсап келемін, алып ұшып жүрегім, сезіміңнің баяғы бар екенін білемін. Ол мысалы біздің мантының барлығын қадағалап, оның барлығын піскенің барлығын бізден Нұрәділ мырза көмектесті. Осы жерде бай жатыр. Мына жерде анадан бері, азаннан бері, мына жерде тұрып 45 минут мантылап істеп қадырға көмектесіп жүрді. Жақындатып көрейік қайтып араны. Достар, бұл болатын соң емес. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бірақ әлемде жалғасы болады. Сол үшін